Саламатсыздар ма? Мен Атамекен орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Атабаева Зина. Бүгінгі баяндамамның тақырыбы қашықтан оқыту кезінде үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс. Ұстаздың бойында оқушылардың дамуын алға жылжытатын, оған күш-жігер беретін және жеңе алатын үлкен күш бар. Томас Эдисон. Бүгінгі баяндамамның негізгі мақсаты үлгерімі төмен оқушылардың себептерін анықтау, олармен жүргізілген жұмыстарды талдау, қашықтан оқыту кезінде мектеп мұғалімдеріне және ата-аналарға қолдау көрсету. Қазіргі таңда қашықтан оқыту 3 форматта: онлайн, синхронды, офлайн, асинхронды және вебинар түрінде жүргізілуде. Қашықтан оқыту процесі кезінде дарынды балалармен жұмыс жүргізген жұмыстар жақсы болғанымен, үлгерімі төмен оқушылардың сабаққа қызығушылығының болмауы мектептің өзекті проблемаларының бірі болып отыр. Бұл өздігінен пайда бола қойған жоқ. Яғни бұл кезде мұғалім сабақты жоспарлау кезінде үлгерімі төмен оқушылардың сабақты тапсырмалы орындау жағын мұқият қадағалау керек. Үлгерімі төмен оқушыларды біздер 3 топқа бөліп қарастырамыз. Яғни бірінші топқа ол сабаққа деген берілген тапсырмаларды орындауға құлықсыз болуы, яғни өзінің мотивациясының болмауы. Екінші топқа сабақта берілетін тапсырмалардың қиындықтарды жеңе алмауы. Үшінші, оқу дағдысының қалыптаспауы. Сонымен бірге үлгерімі төмен оқушыларды біздер 2 факторға бөліп қарастырамыз: ішкі және сыртқы факторлар. Сыртқы факторларға оқушының өзінің жеке қабілетін дамытуға күш-жігердің жоқтығы. Сонымен бірге интеллекттің төмен болуы, тапсырмалардың күрделі болуы. Ал ішкі факторларға оқушының денсаулығында болатын әртүрлі денсаулығында ақаулар, интеллекттің төмен болуы, сонымен бірге сабақты орындауда күш-жігерінің қалыптаспағандығы, соның бәрі осы ішкі факторға жатады. Үлгерімі төмен оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттыру мақсатында мынадай тапсырмаларды сабақта қолданып жүрмін. Бірінші, суретпен жұмыс. Тақырып бойынша оқушыларға сурет беремін. Оқушылар сурет бойынша өздерінің ойларын айта алатын аудиозапис арқылы ойын жеткізуіне мүмкіндік туғызамын. Екінші, Google форматты тест. Бұл Google форматты тестте бала тесттің таңдамалы тек қана бір сұрақтың 2 ғана жауабы болады. Соның біреуінің дұрыс екенін белгілейді. Тесттен кейін міндетті түрде жауабын қарап отырады, яғни өзінше ұпай жинаған біліп отырады. Сонымен бірге мәтінмен жұмыс. Мәтінде тірек сөздер беріледі. Мәтінді тірек сөздер арқылы толтырады. Бала сол мәтінді оқу арқылы тақырып туралы мәлімет ала алады. Сабақ біткеннен кейін міндетті түрде бағалау жүргізіп жүрмін. Яғни бағалауда блок ағашын қолдандым. Блок ағашында үлгерімі төмен оқушы сол блок ағашын орындау кезінде қай деңгейде отырған блок ағашының үстіне жазу арқылы өз ойын жеткізеді. Сонымен бірге ББ кестесі, яғни білдім, білемін, білгім келеді. Бұл кестеде үлгерімі төмен оқушы барлығын жаза алмауы мүмкін, тек қана мысалы білдім кестесін ғана толтыра алуы мүмкін. Яғни ежелгі адамдардың мысалы мен үңгірде тұратын білемін деген сияқты, бала оны үңгірде тұрған бұрыннан да біледі. Яғни ол жерге үңгірдің суретін салып қоя алады. Қашықтан оқыту кезінде әр тапсырма орындаған кезде баланы қошеметтеу, қолпаштап отыру маңызды себебі ол баланың сабаққа деген ынта-жігерін арттырады. Тек қана мұғалім емес, ата-ананың да осы баланың сабаққа деген ынтасын арттыруда маңызы зор. Сол тұста ата-анаға қойылатын негізгі талаптар баланың үйде сабақ орындауына назар салу. Сонымен бірге бала сабақтан тез жалатын болса, 5 минут уақытын баланың басқа затқа бөлу арқылы немесе басқа тақырыпты сөйлесу арқылы 5 минуттан кейін қайта сабаққа деген қайтып оралуын қадағалау, сабақ қайтадан тапсырма орындауына көмектесу деген сияқты. Сонымен бірге балаға қатты сөйлемеу, баланың ашуына тимеу, баланы ашуландырмау да осы сабаққа деген ынтасын арттыруда маңызды рөл атқарады. Ата-ананың сабақты орындау кезінде баламен бірге ақылдаса отырып көмектесу қажет. Осы тұста ғана біз баланың үлгерімі төмен оқушының сабаққа деген ынтасын, күш-жігерін арттыра аламыз. Қорыта айтатын болсам, қазіргі заман талабы кезінде қашықтан оқыту кезінде тек қана дарынды балалар емес, үлгерімі төмен оқушылардың да сабақтарды жақсы меңгеріп, өз ойын жеткізе білуіне, өз ойын сабақта жақсы меңгеруіне ықпал етуіміз керек.